Сіздер қойнауы қара алтынға толы қазақ елі. Жалпы бүгінгі осы дебаттағы пікірталасты бастамас бұрын ең алдымен өзімді таныстыра өтсем. Мен Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы 8-ші жасында оқушы Оңғарова Кәусар. Бүгінгі менің пікірталасым, яғни біздің тақырыбымыз дебаттық пікірталас менің қоршаған әлем ғажайып әлем деп айтып жатыр. Әрине, қоршаған әлем не болмаса менің ғажайып әлемім дегенде бәріміздің есімізге экология, табиғатымыз, бізді қоршап жатқан дүниенің барлығы есімізге түседі. Алайда дәл қазіргі осы біздің экологиямыздың жағдайы көңіл көншітерлікте емес. Өйткені қазіргі уақытта бізде экологиялық мәселелердің саны өте көп. Тек қана Қазақстанда емес, әлем бойынша. Өйткені өздеріңіз білетіндей қоқыс мәселесі, лас су, лас ауа, сонымен қатар өте көптеген мәселелеріміздің саны санап жетерлікте емес, яғни саусақтың санымен санарлықта емес. Дәл қазіргі уақытта әлемнің көбінің санасында, яғни ойында жүрген сауалнамалардың барлығы бар десек те болады. Мәселен, біздің экологиямыздың болашақ жағдайы не болмақ, не болмаса қазіргі уақыттағы экологиясы еңсерген қалалардың жағдайы қандай? Осы экологияны дұрыстау үшін адамзат не болмаса мемлекеттің жасап жатқан қолынан келер бір іс-шара бар ма деген сұрақ барлық адамның ой санасында деп ойлаймын. Дәл қазіргі уақытта өздеріңіз білетіндей қоқыс бар жерде құрбан да бар дейді. Әрбір адам егерде осылайша жалғастыра беретін болса, біздің экономикамыз осылайша құлдырай беретін болса, болашақта, яғни экологиямыз құлдыраса, болашақта біздің күнімізді қалай көреміз деген сауалнамалар өте көп. Дәл қазіргі уақытта егерде тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзі бойынша 6 құрлықтың 7 миллион халқының барлығына осы қоқыстың арқасында бізде мәселе туындап отыр деп айтсақ болады. Әрине, қазіргі уақытта экология басты проблема. Сонымен қатар осы проблеманы шешу үшін қаншама біздің сарапшылардың жан айқайы шығып жатыр. Алайда экология деп ауызбен айғайлағаны болмаса, ақша үшін адамды ажалға қиятындардың саны қаншама. Әрине, әр жылы біздің халқымызға белгілі мөлшерде ақша құяды, яғни экологияны жөндеуге, яғни табиғатымызда болып жатқан кейбір кемшіліктер болса, соның орнын өтеуге ақша құяды. Бірақ та ол ақшаның қайда және кімге кетіп жатқаны белгісіз. Қара халықтың ойында әрине бұндай сұрақтар болады. Алайда бұл ақшаның барлығы сондағы бір мемлекетке келе салысымен талан-таржа болып, жемқорлар не болмаса алып-сатарлардың қалтасына кетіп жатқаны өтірік емес. Дәл қазіргі уақытта ендеше осы біздің экологиялық мәселелерімізді айтпас бұрын Біріккен ұлттар ұйымының статистикасына назар аудара кетсек. Біріккен ұлттар ұйымының статистикасы бойынша дүние жүзіндегі әрбір 4-ші адам осы лас ауаның арқасында дүниеден өтіп ажал құшып жатыр дейді. Алайда Қазақстанның статистикасы әрбір 4-ші бала демографияға үлес қосады дейді. Егерде Біріккен ұлттар ұйымының статистикасымен екеуін тең алып келсек, егерде 4-ші бала осылай лас ауаның арқасында дүниеден өтсе, ал 4-ші бала демографияға үлес қосса, бұл дегеніміз өзіміз қарап тұрғандай Қазақстанның демографиясы қашан өседі сонда? Осылай экологиялық құлдыраудың арқасында елімізде қанша халықтан айырылып жатқан кезде біздегі демографиялық өсім пайда болу деген менің жалпы санама сыймайды былайша айтқанда. Өйткені халықтың өсуі үшін жақсы бір қолайлы климат болу керек, не болмаса жақсы экология болу керек. Халықты сондаймен қамтамасыз ету керек. Алайда бұның барлығын жасап жатқан қазіргі мемлекеттің қолынан келіп жатқан нәрсенің өзін көріп жатқан жоқпын. Әрине, іс-шаралар жасалып жатыр, не болмаса басқа да бір ұйымдар құрылып жатыр. Тек қана Қазақстанда 3-4 қана ұйым шығар осы экология деп жанын шырқыратып айғайлап отырған. Алайда барлығының осы бір экологияға деген назар салған ойы не болмаса ақша бөліп жатқандардың саны жоқ десек те болады. Дәл қазіргі уақытта бізде экологияда мәселелердің ішіндегі салмағы жағынан ең жеңілі, алайда салдары жағынан ең үлкені ауадан бастайтын болсақ. Ауа жалпы бізде көбісі ойлауы мүмкін, ауаны күнделікті тұтынып жүрміз ғой, оның қандай бір зияны болуы мүмкін деп. Алайда Қазақстанның статистикасы бойынша бір жылда Қазақстанның өзінде 8 миллионға жуық адам осы лас ауаның арқасында қайтыс болып жатады дейді. Жер жастанып жатқан осыншама халық болғанда, әрине Қазақстанның дамуы не болмаса халқының өсуі пайда болмайды деген ойға келіп отырмын дәл қазіргі уақытта. Сонымен қатар біз қазіргі уақытта өте көп қоқыстарды пайдаланамыз. Мәселен, мына шынының өзін алып қарайтын болсақ, осы шынының өзі біздің экологиямызға кері әсерін тигізеді. Өйткені осы шыныны көшеде кетіп жатсаң, 1 метр жүрсең, бір 10 қоқысты жинарың өтірік емес ау, Құдай біледі. Сонымен қатар мынау шылым. Яғни бұл шылым қазіргі уақытта статистикамен қарайтын болсақ, Қазақстанда тек қана ер адамдар емес, 8-ші мен 11-ші сыныптың арасындағы оқушылар, сонымен қатар әйел адамдардың пайдаланатыны өтірік емес. Міне дәл осы шылымның түтінінің арқасында қаншама сәби дүниеге келмеген, яғни ана шегетін болса, құрсақтағы сәбидің өзі дүниеге келмей жатып, дүниені көрмей, дүниеге, яғни әлемнен озады десек те болады. Жарық дүниені көрмей осы жерден өмірін тоқтатады. Сонымен қатар қазіргі уақытта Біріккен ұлттар ұйымы жаңағы айтқандай, осы біздегі лас ауаның арқасында, темекінің арқасында,
және де басқа заттардың арқасында 12,6%-ға әрбір жылы халық саны қырылып жатады дейді. Осы мәселенің барлығын түбей-шүбейлі қарастырып отыратын адам бар ма біздің елде? Адам болуы мүмкін, алайда санаулы ғана. Жаны шырқырап, шынымен де экология, табиғат дейтіндердің саны былайша қарағанда өте көпте емес. Дәл қазіргі уақытта біз Қазақстанның өзінің статистикасына қарасақ, 2019 жылы Қазақстанда 2,5 тоннаға жуық жаңа қоқыстар шығарылған, лас ауалар шығарылған. Олардың барлығы қайдан шығып жатыр, қайдан пайда болып жатыр? Қазір неге барлық мемлекеттер дамыған, технологиясы былай асып жатыр деп жатыр? Олардың барлығының мысалға көліктері жаңа модельде. Алайда біздің Қазақстандағы көліктердің барлығының шығаратын ауасы бір жылдың ішінде өзінің салмағымен тең болады екен. Осындай лас ауа шығып жатқан кезде біздің халқымыздағы былай туып өсім саны, жетілу саны әрине күрт азайып кетеді күннен күнге. Жалпы бізде сонымен қатар осылардың барлығын шараларды көріп отырған мемлекеттің қолынан еш нәрсе келмейді деп айтсақ та болмайды. Өйткені мемлекетте барлығынан тек қана кейбірі қолынан келгендерін де жасап жатады. Жалпы сонымен қатар бізде тағы да айта кететіндей, түптің түбінде біз қазір жердің барлығын, осы табиғатымыздағы жер қорының барлығын тонап жатырмыз. Алайда біз оған қайтаратын кезде әрине сараңдық көрсетеміз. Өйткені біз шахталарды қазып тастағанбыз, кезінде Семей ядролық полигоны да болды. Сонымен қатар біздің жер қабатымыздың барлығы қырылғаннан кейін болашақта осының барлығы айтады ғой, судың да сұрауы бар, не болмаса бір нәрсенің өзі шектеуге жетеді. Бір күні табиғатымыздың барлығы шегіне жетіп, барлық біздің осы табиғатты қоршаған затымыздың барлығы сарқылып қалса, осы бір адамзаттың тарихындағы адамның әрі қарай өмірі не болмақ деген сауал әрине әрбіріңізді ойландырып тастайтыны да өтірік емес.